облыс баспасөзінің қара шаңырағы Ақжол газетінде жұмыс істеу бақыты екінің бірінің басына бұйыра бермейді. Мен сол бақыт маған бұйырды. Шын мәнінде Ақжол газеті мен үшін өмір мектебі болды. Қонаевты айналасында ақпараттық тоңғатқан кезде алғашқы болып Алматыға іздеп барып, 2 күн есігін күзетіп жатып, сұхбат алып кеп, сол түйінді сөккен алғаш рет менің Қыстаубай Байтуов көкем. Арекең өзі де керемет жазатын, керемет тақырып қоюдың шебер еді. Өзгелерден де соны талап етеді. Сол кісілерге қалап бой түзедік. Сол кісілерге ұқсауға тырыстық. Облыс газеттің еңбек туы деген атын тәуелсіздік алғаннан кейін өзгерту қажеттілігі туындады. Сол кезде осы іске тікелей араласу бақыты бұйырды. Арекең тапсырмасыменен халықтың арасында пікір жинадық. Мыңдаған адамдар пікір білдірді. Соны ақыры сараптай келіп, осы Ақжол деген атқа тоқтадық. Қазір сол атпен шығып келе жатыр мінекей. Абыройы төмендеген жоқ. Облыстық Ақжол газеті заман талабына орай қазір өзгеріп жатыр. Холдинг ретінде құрылды. Газеттердің басы қосылды. Талантты журналистер жұмыс істеп жатыр. Барлық әріптестерімді осы мерейтоймен құттықтаймын.